Достар, мен бір түсінгенім, біз психосоматикаға бара жатамыз, психологқа бара жатамыз, иә. Енді психосоматикада, мысалы, сіз неден ауырдыңыз, соның бір жаңа психосоматикасын айтады. Мысалы, аяғың ауырды, не үшін ауырып жатыр? Алға қойған мақсатқа жете алуға деген қорқыныш, құлақ естімейді, ол не үшін естімей жатыр? Яғни бір естігіңіз келмейтін нәрселер бар, сондықтан құлағыңыз ауырып естігісі келмей тұр деген сияқты сізге причинасын айтады да. Психологтарда сіздердің түбегейлі жұмыс жасайды, бірақ сөзбенен жұмыс жасайды да. Енді қараңызшы, и что из этого деймін да мен. Айтты, хорошо, сіздің көзіңіздің неден көрмей тұрғанын айтты, жаңағы аяқтың неден ауырып тұрғанын айтты. Әрі қарай не нәрсе? Менің осы биоэнергетика пранаға, космоэнергетикаға келіп түсінгенім, мынау біздің биополиямыз кір болатын болса, лас болатын болса, қара энергияға толы болатын болса, және мынау біздің чакраларымыз, мынау прана энергиясы, мынау чакра арқылы біздің энергия арқылы айттым ғой, мынау төбеден келген энергия прана, төменнен келген, жерден келген энергия былай алмасып жүріп тұрады, иә. Енді мына чакраларымыз жабық болып, біздің сол энергия, застой энергия болып бір жерде тұрып қалып, ол сасып жатса, сіздің проработкаңыздың құны 5 тиын ғой. Сіздің мынау аяғыңыздың жүрмей тұрған проблеманың жаңа психосоматикасын білгеннің құны 5 тиын емес па, егер оның шешімі жоқ болса? Жарай, жақсы, сіз проработка жасадыңыз. Мен өзім психосоматологпын, иә. Сол көзқарасты айтып отырмын. Проработка жасадыңыз, иә. Ол қайтадан басқасы шығады, тағы да бірдеңесі шығады. Постоянно проработка жасап отыруыңыз керек қой. Сол себепті осы мәселенің шешімі, керемет шешімі осы биоэнергетика прана менен терапия жасау. Көрдіңіз бе? Мұна ішіңіздегі блоктарды, жаңағы қара энергияның барлығын тазартып, одан кейін жаңағы мына чакраларды тазартып, солай жұмыс жасасаңыз, өзіңізді тазартсаңыз, сол жаңағы проработкасыз-ақ проблемаңыз шешіледі ғой. Сіз 1000 жерден ақша не үшін келмей жатыр деген сұрақтың жауабын жаңағы түйсік арқылы, енді білеміз ғой, жаңағы не арқылы, психосоматика арқылы анықтап, оны проработка жасап, оны неткенменен чакраларың жабық болса, ол ашылмайды. Ол жол болмайды, мен оны бәрін зерттегенмін ше. Сондықтан ол обязательно өзіңізге жаңағыдай биоэнергетика прана терапиясын жасап отыру керек. Және те оны сіз тек қана маманға барып 1-2 рет жасатқаннан кейін ашылып та кетпейді ол. Сіз оны өзіңіз оқып алып, соны жасайтын болсаңыз, вот сол кезде эффект болады. Постоянно өзіңіздің чакраларыңызды ашып, өзіңіздің үйіңізді тазалап, өзіңіздің бойыңызды таза ұстап, ойыңызды таза ұстау техникаларын үйренетін болсаңыз, сізде проблема болмайды. Мен осыны айтқым келеді. Мен кеше бір кісімен созвон болды, мен сол кезде адамның жаңағыдай нетіп жүргеннің проблемасының не үшін шешілмейтінін осы неден білдім. Сондықтан мен осы видеомен сіздердің алдарыңызға шығып отырған жайым бар. Ал енді сұрақтарыңыз болса, оны қалай аламын, қалай істеймін деген сұрақтарыңыз болса, осы жерге жазыңыздар, мен сіздерге жауап беремін.